7 баласы бар екен. Қант осы балалар дүниеге келгенде балалар сіздердің алдарында үздіксіз стикерлер тұр. Осы стикерлердің артында 1-ден 3-ке дейін сандар жазылған. Егер сендерге 1-ші номерлі стикер түссе, сендер мына қатарға отырасыңдар. 1-ші топ, иә? 2-ші номерлі стикер түссе, 2-ші қатарға 2-ші топқа отырасыңдар. 3-ші номерлі стикер түссе, 3-ші қатарға 3-ші топқа отырасыңдар. Түсінікті ғой, иә? Қазір енді асықпай, арақашықтықты сақтап, келіп стикерлерді аламыз. Да, балалар, сендер топқа бөліндіңдер, енді сендерге бағалау ережесін түсіндіріп өтейін, иә? Әр тапсырмаға байланысты өзінің дискриптері бар, яғни әр тапсырмаға байланысты өзінің балдары бар. Сендерге бал берген кезде, мен сендерге осындай смайликтер таратып шығарып, ең соңында смайликтерді санап, кімде қанша бал екенін анықтап шығамыз. Түсінікті ғой? Жақсы. Олай болса, тақтаға назар аударамыз. 1-ші тапсырма 103-ші бетте сызба бойынша есімдіктер мағыналық сөздерін есімізге түсіреміз. 1-ші есімдіктің мағыналық топтарын жазамыз. 2-ші анықтамасын, сұрағын, мысалын және түрленуін. Есімдіктің қандай мағыналық топтары бар есімізге түсіреміз. Тез топпен келісеміз және топтан бір адам жауап берсін. Сендерге 2 минут уақыт береді. Достар, сендерге берілген уақыт аяқталды. Енді сұрақтарға жауап беріңдер. 1-ші сұрағымыз біздің есімдіктің мағыналық топтары болады. Қай топтайы? Жақсы, сендер 1-ші топ отырыңдар. Есімдіктің жетіліктері бар. Жіктеу, сілтеу, сұрау, өздік, белгісіздік, болымсыздық, жалпылау. Жақсы, дұрыс қой жауабы, иә? Иә, міне сіздерге бір смайлик аламыз. Келесі, есімдіктердің түрленуі. Қай топ жауап береді? Иә? Есімдіктің түрленуі зат есім сияқты көптеледі, есептеледі және де есім сөздердің орнына жұмсалады. Мағыналық 7 түрі бар. Жақсы, жарайсыздар. Міне сіздерге смайлик. Топтар, сіздерге әр топқа байланысты мен әртүрлі тапсырмалар дайындадым. Мысалға, 1-ші топтың тапсырмасы, 1-ші топтарға назар аударамыз. Көп нүктенің орнына жіктеу есімдігін қойып шығамыз. Яғни мағынасы жағынан жіктеу есімдігінің қайсысы келеді, соны қойып шығамыз. Бұл тапсырманы қазір алдарыңызға қағаз түрінде беремін. Келесі 2-ші топ сіздер сөйлемдегі бос орынға қажетті өздік есімдігін қойып жазасыздар. Өздік есімдіктері қалай? Қандай өздік есім? Иә, өз деген сөз арқылы жазылған, яғни мағынасы жағынан сәйкес келетін өздік есімдігін қойып жазды. 3-ші топ сіздер сөздерді мағынасы жағынан сәйкестендіресіздер. Мысалға, мен ары қарай жалғасын табасыздар. Түсінікті ма? Жақсы, қазір алдарыңызға тапсырмасы бар қағаздар беремін. Жіктеу есімдігін табуымыз керек. Иә, жауаптарыңызды плакатқа жазамыз, сосын соны қорғаймыз. Мысалға, мен оқушымын дедіңіздер ғой, иә? Есімдіктің қай түріне жататынын маған түсіндіріп айтасыздар. 1-ші топ сендердің жауаптары дайын деп ойлаймын. Кім жауап береді? Аха, ашат кет. Иә. 1-ші тапсырмада бізде мен оқушымын, сен оқушысың, біз оқушымыз. Олар жіктеу есімдік. Иә, қалған орында тақтаға назар аударайықшы. Ашат дұрыс жауап берді ме? Мен оқушымын, сен оқушысың, біз оқушымыз. Иә, жақсы. 3-ші ертең өзің мектепке келесің, тапсырмасын өзім орындадым, жаттығу өзім орындадым. Жақсы. Қалған 1-ші, 3-ші топта дұрыстан дұрыс жауап берді ме? 1-ші тапсырманы өзім орындадым деді. Иә, дұрыс па? Дұрыс. Келесі жаттығуды өзім орындады. Дұрыс қой? Дұрыс. Жақсы. 2-ші топ отырыңыздар. Сіздерге қазір стикерлеріңізді беремін. Мен бүгін дайындыққа барамын. Бұл жердің табиғаты өте әдемі. Олар шығармашылықпен айналысады. Ешкім рұқсатсыз кетпейді, біреу келе жатыр. Жақсы, қалған топтар ерасым жауап дұрыс па? Дұрыс. 3-ші топ сіздерге рахмет. Қазір стикерлеріңізді беремін, отырыңыз. Міне сіздерге стикерлеріңізді жинап отырыңыз. Балалар тақтаға назар аударамыз. Қазір 3 топқа да ортақ тапсырма сөз журналы берілген. Алдымен мен 1-ші сендерге сұрақты оқимын. Қай топтың оқушысы қолды 1-ші көтерсе, сол топ жауап береді. Тапсырмаңыз ма?
Мен. Сен. Жауап ете. Үшінші сұрақ. Сұрау есімдігі. Екінші топ я мақын. Кім? Я. Келесі. Белгісіздік есімдігі. Я, өзім. Сөз жұмбақтың жауабын таптық. Я, сонда ортадағы сөзіміз қандай сөз шықты? Есімдік шықты. Осы сөз жұмбақ тапсырмасы бойынша бізде екінші топ озып тұр. Сіздерге бір стикер беремін. Рахмет. Ал бала, сендер қаншама тапсырма орындадыңдар? Я, шаршаған боласың. Енді сергіту сәтіне көрсек. Тақтада сендерге ойын тұр. Ойын болғанда бізде әріптер тұр және жандарында сандар тұр. Яғни біз осы сандарды әріптерді қою арқылы мақал мәтелді табуымыз керек. Мысалға А1, яғни бірінші әріп қандай? А деген сөз. Енді қазір топпен келесіңдер және сол мақалды табыңдар. Қай топ бірінші табады? Ал жұмыс істейміз. Жақсы жауап дайын ба? Дауысыз шығар. Ақылсыз дұрыс сосын? Сіздер дұрыс таппадыңыздар. Я, бірінші топ. Қалай жауабы? Ақылсыз дұрыс жұмсаса, артынан өзің барады. Жарайсыздар. Сіздерге бір стикер. Сендерге бұл жерде сол жақ шетінде әртүрлі есімдіктер берілген және де үстінде есімдіктің түрлері тұр. Шектеу есімдігі, сүттеу есімдігі, сұрау, өздік, белгісіздік, болымсыздық және жаңғыртулау. Яғни сендердің тапсырмаларың осы есімдіктердің қай түрде жататынын белгілеуге. Жақсы топпен жұмыс істейміз, сіздерге 2 минут уақыт. Барлық сөзі есімдіктің қай түрде жатады? Яғни Жалпылау. Так, дұрыс, жалпылау. Келесі. Кейбіреу сөзі. Дұрыс. Келесі. Олар сөзі. Қай топ? Жүктеу есімдігі дұрыс. Мына сөзі. Ерасыл? Жақсы. Сонымен бала, сіздер өте жақсы жұмыс жасадар. Әр топ өзіне тиісті стикерлерді алған боласыз. Енді қазір топ басшылары алдыңызда тұрған стикерлерді санап, бағалау парағына жаздырыңыздар. Жақсы, үшінші топ, сіздерде қанша стикер болды? Бізде 6 стикер болды. Жақсы, сіздерде 6 стикер. Сонымен бала, бұл сендер өте жақсы жұмыс істедіңдер. Топтар бойынша стикерлерді санаңыздар, қанша смайлик екенін. Нәтиже бойынша бізде үшінші топ бірінші орын, бірінші топ екінші орын және екінші топ үшінші орын алып тұр. Тиісті бағаларыңызды қойып беремін. Енді сіздерге үй тапсырмасы 104-ші беттегі 4-ші тапсырма. Ал қазір тақтада сіздерде мынандай А4 қағазы тұр. Осы қағазға сіздерге емес стикерлер, сол стикерге осы сабақта қандай жаңадан білім алдыңыздар, осыған дейін не білдіңіздер, осы сабақта не үйрендіңіздер және алдағы уақытта қандай сұраққа жауап білулеріңіз келеді, соны стикерге жазып тақырыпқа жазыңыздар. Жазып болсаңыздар, тоқтарға жазырамыз стикерлеріміз. Жақсы, рахмет отырамыз. Сонымен балалар, бүгін біз сіздерге есімдіктің түрлері және оның қызметін қайталап шықтық.